кітап сананы жаңғыртатын асыл қазына. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұсынған кітап оқитын ұлт жобасын жариялап, руханият саласына тың серпін береді. Кітап оқу арқылы біз өткенімізді зерделеп, бүгінімізді бағалап, болашағымызды айқындай аламыз. Бүгінде Түркістан облысы бойынша 389 кітапхана халыққа қызмет көрсетуде. Қордағы кітаптардың саны 6 миллионнан асады. Кітапхана инфрақұрылымын дамыту бағытында да нақты жұмыстар атқарылуда. Облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасы заманауи цифрлы ғимаратпен қамтамасыз етілді. 2025 жылы кітапханасымен бірге 6 мәдениет үйі пайдалануға берілсе, биыл 10 нысанда құрылыс жұмыстары жүруде. Құрметті оқырмандар, Түркістан руханияттың алтын бесігі. Сондықтан кітап оқуды кеңінен насихаттау ісін жалғастырамыз. Алматы қаласының әкімі Дархан Амангелдіұлының кітап оқу туралы эстафетасын зор құрметпен қабыл алдым. Кітап оқитын ұлт жобасы аясында кітап сүйер оқырманға Ильяс Жансүгіровтің «Жолдастар» романын оқуды ұсынамын. Келесі кітап ұсыну кезегін әріптесім Маңғыстау облысының әкімі Нұрдәулет Игілікұлына жолдаймын.